Бізді алда жарқын болашақ күтуде. Бүгін облыс әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлы ел жұрт алдында бір жылда атқарған жұмысын қорытындылады. Жиын барысында өлкеміздің өркендеуіне керекті нақты мәселелер қозғалып, ағымдағы жылда атқарылатын жұмыстар белгіленді. Жалпы облыстың өңірлік өнімі 2013 жылдың 9 айында 1111,9 миллиард теңгені құраған, ал ол 2012 жылмен салыстырғанда 3,13%-ға жоғары. Алқалы жиынға қатысып қайтқан тілші әңгімесінде толығырақ. Жалпы алғанда біздің өлкеміздегі өнеркәсіп өнімдері өткен жылы 1700 миллиард теңгеге жуық өндірілген. Негізінен өнеркәсіптің ішіне тау-кен өндірісі, өңдеу саласы, электр және газбен қамтамасыз ету алдыңғы қатарда тұр. Ал газ өндіру көлемі 19200 миллион текше метрді жуықтапты. Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру көлемі 1,16 есеге жоғары. Есепті мерзім ішінде индустрияландыру картасы аясында 2,1 миллиард теңгеге 3 жоба іске асты. 116 жаңа жұмыс орны пайда болды. Соңғы 3 жылда барлығы 252 миллиард теңге болатын өңірлік индустрияландыру картасының 31 жобасы іске қосылды. Бұл 1300 тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік берді. 2014 жылы облыстың әлеуметтік экономикалық даму жөніндегі жұмыстар Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Қазақстан халқына жолдауында белгіленген міндеттерге сәйкес жүргізілетіні де айтылды. Оның ішінде индустриялдық инновациялық даму, аграрлық секторлар, шағын және орта кәсіпкерлікті және тұрғын үй саласын дамытуда ойда бар. Қадыр Мырза Әли атындағы шығармашылық орталық ғимараты пайдалануға биыл беріледі. Ол жерде қазіргі таңда Қадыр Мырза Әлидің үйіндегі Салтанат апаймен келісіміміз бар. Ақынның өзінің қолданған жәдігерлерді толық кітапханасын сол орталыққа алу жөнінде келісіміміз бар. Және де Батыс Қазақстан облысынан Ақжайық өңірінен шыққан ақын жазушыларымыз Жуан Молдағалиев, Тайыр Жароков, Қамза Есенжанов, басқа да атақты осы еліміздің дамуына елеулі үлес қосқан ағаларымызға арналған бөлмелер ашып, сол жерде сол кісілер тұтынған жәдігерлерді, кітаптарын, сол кісілердің шығармашылықтарын көрсететін мүмкіншілік болады. Облыс әкімінің есеп беруінен кейін Нұрлан Асқарұлы Ноғаев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен жеке кездесіп баспасөз конференциясын өткізді. Кездесу барысында көгілдір отын тарифінің өсуі және газ турбиналық зауыттың құрылысы және мүмкіндігі шектеулі жандармен басқа да көптеген мәселе жөнінде сұрақтар қойылды. Мемлекеттік қаражатты жымқырды деген мәселе бойынша мен бұл сұрақ шығып жүрген жерден барлығын айтып отырмын. Мемлекеттік органдардың жұмыс істеу өзінің механизмі бар. Қаржылық бақылау комитеті, есеп комитеті, қаржылық полиция бар, басқа да құзыретті органдар бар, аудиторлық компаниялар бар. Демек, кезінде солар осы бір кемшіліктерді жіберген. Соларды болдырмау жөнінде сол мекемелердің басшылары, сол мекемелердің қызметкерлері алдағы уақытта соны ескеру қажет. Сонымен қатар республикалық бюджет қаражаты есебінен өңірлерді дамыту бағдарламасының шеңберінде 3 жобаны іске асыруға 1 миллиард теңге. 2012-2020 жылдарға арналған моно қалаларды дамыту бағдарламасының шеңберінде 6 жобаны іске асыруға 672 миллион теңге қарастырылып отыр. Жоспарланған жұмыстар жүйелі түрде жүзеге асар деп сенейік ендеше. Саид Басар, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.